атырау менің туған өлкем, жүректе от, жанымда өркен. Достар, бұл видеода өзіңізге қалай жасанды интеллект арқылы музыка жасай аласыз, соны көрсем. Мінекей өзім атырау туралы ән жасадым, бірнеше минутта дайын болды. Қараңыздар, мінекей оң жақта музыканың сөздері, толықтай жасанды интеллект жасап берді. Рифмалары да бар, міне қараңыздар. Мекен, екен, күшті ұйқасады сөздер, және музыкасын тыңдап көріңіздер. Атырау менің туған өлкем, жүректе от, жанымда өркен. Атырау бұл жай қала емес, мұнаймын демалады жай тыныс емес. Теңіздің келген жел бетімде, бүкіл қазақ елі мақтанады меніменде. Короче, идеальный емес енді әрине, бірақ өзің промптты өзгертіп, запростар қойып, өзіңізге ұнайтын қылып өлең жасауға болады. Кез келген стильде. Бұл өте керемет, достар. Қазір көрсетем қалай жасайтын, өте оңай. Ең бірінші сізге мына текст керек та, өлеңнің сөздері керек. Оны жасау үшін просто ChatGPT-ге мен жаздым, маған атырау туралы өлең жазып берші деп. Ол маған жазып берді, мінекей кіріспе, куплет, қайырмасы бәрін жасап берді, күшті етіп. Мен еще айттым оған рэп форматында дедім да, сол үшін соған келтіріп берді. Сосын сол текстті алдым да, соны ai.ai деген сайт бар, соған барасыз, осындай экран шығады, осындай интерфейс шығады. Осы жерге жазасыз. Ағылшын тілінде жазыңыз, ChatGPT арқылы аударып алсаңыз болады заранее. Мінекей мен былай ағылшынша жаздым. Америкалық рэп өлең атырау туралы, атырау қаласы туралы, мінекей өлең сөздері қазақ тілінде дедім да, мына маған генерировать етіп берген ChatGPT-дің өлең сөздерін мына жерге просто жаздым былай. Выделить еттім да, скопировал. Сосын мына жерге вставил, болды. Осы үстінде болды. Осыдан кейін тек generate деген кнопкаға бастым. Содан кейін сразу маған осындай өлең екі вариант шықты, екінші вариант жақсырақ болып шықты. Сол осылай сіз өзіңізге бесплатно өлең жасай аласыз. Профессионалдар мынаны күштетіп қолданады. Мысалы, мен өзім жұмысында программирование білем, мен жасанды интеллектті программа жазуға, тезірек жазуға қолдана аламын. Өзім маман болғандықтан оны жақсы қолдана аламын. Сол сияқты музыка жасайтын адамдар осындай құралдар арқылы уже жасап жатыр да, мен прям 100% уверенмін. Осындай жасанды интеллект арқылы музыкаларды тез жасай алады. Бір апта алатын болса, бір өлең жасау қазір бірнеше сағатта может жасап тастайды да, идеальный өлең.